Чернобыль Украинадағы шағын қалалардың бірі. Мұндағы атом электр станциясы 1971 жылы салына бастаған. Жоспар бойынша 6 энергия блогының барлығы іске қосылған жағдайда ол Европадағы ең алып атом энергия станциясына айналар еді. Апат барлығын бұзды. 1986 жылы 26 сәуірде Мәскеу уақыты бойынша түнгі сағат 23:58 секундта ежелгі Киев қаласындағы небәрі 157 шақырым Чернобыль апаты адам айтқысыз апатқа ұшыраған болатын. Талайдың тағдырын шайқаған Чернобыль апаты залалсыздандыруға бұрынғы Кеңес одағы бойынша 276 әскер қатысқан болатын. Солардың ішінде әскерде жүргендер, азаматтық борышын өтеп кеткендер. Барлық санағанда 30 мыңнан астам қазақстандықтар бір кісідей болып жан аямай жанталасқан. Ондаған мемлекеттің 145 километр шақырымдай жер ластаған болатын. Оның зардабынан 5 миллион халық зардап құрбан болған болатын. Және бұны қараша айына дейін, сәуірден қараша айына дейін залалсыздандырып оғаш қойылады. Ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлады. Бірақ ядролық энергия нысандарына қарсылық танытушылар 100 мың адам құрбан болды. Мамандардың айтуынша, радиоактивті сәуле адамның денесіне ешбір кедергісіз ене береді. Алаудан қорған самалы мен ағзадан шығарып тастау жолын ғылыми медицинада әзірге таппай келеді. Сондықтан адам өзінің сәулеленгенін сезбейді. Радиация қуаты денеге енгенде ет пен тері ауырмайды. Ондайда бүкіл дененің жасушаларындағы атомдар қозғалады да биохимиялық процестер өзгереді. Оның соңы ағзаның тұтастай жүйесінің бұзылуына, ішкі органдардың істен шыға бастауына апарып соғады. Ми, жыныс бездері, аш-ішек, сілекейлі жерлер, тамыр жүйесі, ағзаның эндокриндік мүшелері, қалқанша безі, бауыр, бүйрек радиацияны тез тезіп қабылдауға бейім болып келеді. 1986 жыл 26 сәуірде Украинадағы Чернобыль атом электр станциясының 4 блогы жарылып, реактор істен шықты. Апат салдарынан радиоактивті заттар, соның ішінде уран изотопы, плутонин, цезий қоршаған ортаға таралды. Радиоактивті түтін аймақтан асып, 10-нан аса мемлекеттің жерін ластады. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Адамзатқа орны толмас қасірет әкелген Чернобыль оқиғасына биыл 35 жыл толады. Осыдан 10 жыл бұрын елордамызда Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан ардагерлерге ескерткіш ашылды. 1986 жылы сәуір айындағы Чернобыльдегі апат әлемді дүр сілкіндірді. Бұл оқиға қаншама адамның тәнін ғана емес, жүрегіне де жара қалдырды.